Сәлеметсіңдер ме, балалар? Әдебиеттік оқу пәні 3-ші сынып. Сабақтың тақырыбы Сейіл Боранбаев жануарлар суды қалай ішеді. Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары шығарманың мазмұнын бірлесе құрастырған жоспар бойынша немесе өз сөзімен толық таңдауына қарай мазмұндау, сахналау. Шығарманы іштей сахналап түрде түсініп, көз жүгіртіп, шолып, түртіп алып, қажетті ақпаратты тауып, белгі қойып, сын тұрғысынан бағалау оқу. Бүгінгі сабаққа көңіл күйлерің қалай? Жарайсыңдар, керемет болса, қолдарымызды көтерейік. Сабаққа дайынсыңдар ма? Тамаша, ендеше бастайық. Бас бармағымызды көрсетейік. Жануарлар суды қалай табады? Қара құйрық, ақ бөкен секілді тез жүгіруге бейімделген жүйрік жануарлар су іздеп, жер шарлап тауып ішеді. Олар шөбі қурап кеткен жерлерден де жосылып, көшіп жүріп, тіршілік етеді. Шөлді мекендейтін бұлдырық деген құс ертеңгісін және кешкісін суатқа ұшып барып, су ішеді. Содан кейін жемсауын суға толтырып алып, оны ұясындағы балапандарына әкеліп береді. Балапандарына қамқор екен. Шөл далада тағы қандай құстар болады? Тағы сексеуіл жорға торғайы болады. Жорға деген соң, ол да жүйрік шығар? Иә, оның жылдам жүгіретіндігіне байланысты халық жорға торғай деп атап кеткен. Ертең оны көре аламыз ба? Білмейм, ол қызыл кітапқа енгізілген сирек құс, дегенмен кезіктіретін шығар. Жабайы ма әлде үй жануар ма? Жабайы жануарлар табиғи ортада туылып, өсетін немесе мекен ететіндер. Бұл дегеніміз, адамдар олармен байланысқа түспейді, немесе оларға қамқорлық жасай алмайды. Үй жануарлары үйретілген немесе үй жануарына айналған. Бұл деген адамдар оларға қамқорлық жасайды. Күнде немесе күнара олармен байланыста болады. Ойын ойнайық. Қайсысы жабайы, қайсысы үй жануары екенін таба аласыздар ма? Жан жағына елеңдеп, үзіп ішеді. Тұнық суға тереңдеп, жүзіп ішеді. Себебі не сондағы? Тым талғампаз болғаны. Қой! Бас алмастан семіріп, демде қанып алады. Томпаң жүгіріп, өріске ұзап барады. Себебі не сондағы? Адал момын болғаны. Ұзын мойын қашыққа бұрып тұрып ішеді. Асық мейлі асықпа, тұрып ішеді. Себебі не сондағы? Сабырлы нық болғаны. Қойларменен таласып, ұйықтасып ішеді. Әркімге бір жанасып, тиіп қашып ішеді. Себебі не сондағы? Ұшып қонба болғаны.
Сиыр. Қара мұның айласын байқап ішеді. Шаңырақ мүйізі дәу басын шайқап ішеді. Себебі не сондағы сәл мазаңдау болғаны. Ит. Шашыратып, шығындап, жалап ішеді. Жан-жағына ырылдап, қарап ішеді. Себебі не сондағы тым қызғаншақ болғаны. Мысық. Көзін жұмып, көлгірсіп, жалап ішеді. Бәрін өзі білгірсіп, санап ішеді. Себебі не сондағы сонша сараң болғаны. Түк жұмысы семіріп, тоқтамастан ішу, ұшып қону, ұшқалақ. Сұрақтарға жауап берейік балалар. Өзің қандай сусындарды ішесің? Қандай сусындарды ішкен пайдалы деп ойлайсың? Судың денсаулыққа пайдасы деген тақырыпта сөйлеуге дайындал. Тапсырма: өзімізге ұнаған жануарлар туралы өлеңді жаттау, автор туралы қосымша ақпарат іздестіріп келеміз балалар. Сабақта не үйрендің кер балалар? Сабақта не ұнады? Өз ойымызды жинақтап айта отырайық. Жұлдыздар шеру әдісі. Балалар, бүгінгі сабаққа өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды дегендер бірінші жұлдызшаның суретін саламыз. Мен сабақты жақсы түсіндім дегендер екінші жұлдызшаның суретін саламыз. Тақырып бойынша әлде ізденуім керек дегендер үшінші жұлдызшаның түсіндей жұлдызша саламыз. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабақ өте қызықты болды. Барлығың тапсырмаларды жақсы орындап, сабаққа жақсы қатысып отырдыңдар. Мен сендер үшін ризамын. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға үлкен алғыс білдіремін. Сау болыңдар балақайлар.